Салеметсізбе, құрметті көрермендер. Бүгін біз жаңа рубрика бастаймыз. Ағылшын әдебиеттері левелға байланысты бөлінген. Соларды бастап оқимыз. Және бүгін Чарлс Диккенстің Оливер Твистін алып бастаймыз. Бұл advanced деңгейіндегі арналып жасалынған кітап. Сонымен Chapter 1, Oliver Twist is born. Oliver Twist was born in a workhouse, and for a long time after his birth, there was considerable doubt where the child would live. Oliver Twist жұмыс істейтін үйде, workhouse'та дүниеге келген, және ұзақ уақыт бойы ол туылғаннан кейін баланың ары қарай өмір сүре алады ма, сүре алмайды ма, сенімсіздік болды. He lay breathless for some time, trying to decide between this world and the next. Ол ұзақ уақыт бойы демалмай жатты. Тіпті осы әлем мен ана әлемнің ортасын таңдап жатқандай. After a few struggles, however, he breathed, coughed, and gave a loud cry. Біраз уақыт үнсіздіктен кейін ол дем алып, жөтеліп, қатты айқайлап жылады. The pale face of a young woman was raised weakly from the bed, and in a faint voice she said, "Let me see the child and die." Жүзі ағарып кеткен жас келіншек төсектен басын жайлап, әлсіз көтеріп, әлсіз даусымен баланы көріп, өлейінші деп айтты. "Oh, you must not talk about dying yet," said the doctor, as he rose from where he was sitting near the fire and advanced towards her. "Ой, олай айтпағын," деді дәрігер. Каминнің жанында отырған жерінен орнынан тұрып, оған қарай жүрді. "Goodness, no," added the poor old woman, who was acting as nurse. "Даймай жоқ," деп қосты душының қызметін атқарып отырған әйел. The doctor placed the child in its mother's arms. She pressed her cold white lips on its forehead, passed her hands over her face, looked wildly around, fell back and died. Дәрігер баланы шешесінің қолына берді. Ол әппақ салқын еріндерін оның шекесіне тигізіп, қолдарымен оның бетін басып, қан жағына көзін аша қарап, талықсып құлады да өліп кетті. "It's all over," said the doctor at last. "Бітті," деді дәрігер соңында. "Oh, poor dear, so it is," said the old nurse. "Ай, байғұс-ай," деді кәрі күтуші. "She was a good-looking girl too," added the doctor. "Where did she come from?" "Ол әдеміше келген қыз екен," деп қосты дәрігер. "Ол қайдан келген?" "She was brought here last night," replied the old woman. "Оны кеше түнде алып келді," деп жауап берді кәрі әйел. "She was found lying on the street." Оны көшеде жатқан жерінен тауып алыпты. "She had walked some distance, for her shoes were torn to pieces. But where she came from or where she was going, nobody knows." Аяқ киімінің жыртылғанына қарағанда, ұзақ жол жүріп келгенге ұқсайды. Бірақ оның қайдан келгенін, қайда бара жатқанын ешкім ештемесін білмейді. "The old story," said the doctor, shaking his head as he raised the dead woman's left hand. "Аяқ әңгіме ғой," деді дәрігер, басын шайқап, өлген әйелдің сол қолын көтеріп тұрып. "No wedding ring, I see. Good night." Неке сақинасы жоқ, көріп тұрғандарыңыздай. Хайырлы түн. While the nurse dressed him, Oliver cried loudly. Күтуші оны киіндіріп жатқанда, Оливер қатты жылады. If he had known, though, what the future held for him, the motherless child would have cried even louder. Ол тіпті оның қандай болашақ күтіп тұрғанын білсе ғой,
шешесіз бала бұдан да қатты жылайтын еді. Сонымен бірінші чапта, бірінші бөлік аяқталды. Келесі видеода көріскенше.